Бүгінгі талқыланатын және көретін фильміміз «Тұлпардың ізі», режиссер Мажит Бегалин, сценарист Әкім Тарази, 1964 жылы түсірілген фильм. Жалпы «Тұлпардың ізі» қазақ киносының тарихында өзі ерекше аталады. Әртүрлі қырынан кино тілі деп айтады. Болмаса бір жағынан мынау кино жалпы халыққа танымал емес болуы мүмкін, себебі қолжетімді емес ол фильм, интернеттерде салынбаған, цензураның әсерінен, бірақ киногерлердің арасында бір ерекше құрметке ие, тіпті кейде аңыз сияқты айтып жүреді. Оның бір дәлелі әрі тобон біз дауыс беру арқылы таңдағанда 3-ші орынды иеленді. Сол фильмді бүгін талқылаймыз. Мен спикерлер таныстырып өтейін. Назира Рахманқызы, кинотанушы, өнертану кандидаты, өнер университетінің профессоры, әрі бүгінгі бір қызық арнай атап өтетін жай. Назира Рахманқызы осы фильмге арнап, бір фильмге арнай бір кітап жазған. «Тұлпардың ізі, сценарийден фильмге дейін» деген. Бұл жалпы қазақ кино зерттеуінде осы бағытта жазылған бірінші еңбек қой деймін. Арнайы бір фильмнің бүкіл түсірілден экранға дейінгі процесін зерттеген. Сосын келеміз ол тақырыпқа. Екінші спикеріміз Ернар Бекенов, журналист, және Киностан сайты болған, жеке өзінің авторлық. Қазір Киностан телеграм канал бар, сол жақтан естейтін. Яғни киноэксперт, тәуелсіз. Қош келдіңіздер. Бұл кітапты мен толық оқып шыға алмадым, бірақ кеш қолыма тиді. Былай шолып өткенде маған өте қызық болған нәрсе. Қазірде ол проблема бар, кезінде де үлкен проблема болған. Жалпы әлем киносында көп талқыланатын, айтылатын проблема ол сценарийдің маңыздылығы туралы. Хичкоктың сөзі бар ғой, өте үлкен классикаға айналған. Кино деген не дегенде, ол кісі сценарий және сценарий деген. Сол кезде бұл бір жақтан сіз сценарийден қалай сценарийлер өзгерді, соны зерттеуден бастаған екенсіз. Әрі маған қызық болғаны сол уақытта жалпы кинодраматургияға қаншалық мән берілді, қаншалықты көңіл бөлінді, әрі талқылаулар қалай өтетін еді. Содан бастасақ. Жақсы, жалпы енді кез келген дүние бірден аспаннан салбырап түсе салмайды ғой. Енді бұған дейін де өздеріңізге белгілі, өзімнің ұстазым, белгілі кинотанушы Бауыржан Рамазанұлы Нөгербектің кітап бар, монографиясы бар. Сол жерде Абай жолы, Абай әндер деген фильм бар ғой. Сол фильмді талдағанда, соның сценарийін мен қосып салыстыра талдағанда, содан кейін оның алдында одан да бөлек басқа да бір фильмдерді талдаған. Сол кезде маған осы бір тәсіл ұнады да, өйткені біріншіден жалпы көрермен біз фильмді көреміз дағыны, фильмге дейін не болғанын аса біле бермейміз. Өйткені біз дайын фильмді, 1,5 сағаттай фильмді көреміз, бірақ оның ар жағында қаншама тарихы бар. Әр фильмнің өзінің кәдімгі бір адамның тағдыры секілді, өзінің бір тағдыры бар да. Кейбір фильмдердің жолы кәдімгі даңғыл жол дейді, оның экранға келуі, көрерменге жетуі, сондай бір аса бір кедергілерге жолықпаған. Кейбір фильмдер болады ауыр жолдар. Жолы ауыр болғанмен кейін ол мамандардың да, жалпы сол өнер саласының да, көрерменнің де бір көз айына айналған бақытты фильмдердің біреуіне айналып шыға келеді. Міне осы жаңа айттым ғой, жалпы ең алғашқы маған осындай бір ойдың ұшқынын берген осы өзімнің ұстазымның жаңағы кітабындағы осы бір фрагменттер болатын сәттер. Содан кейін бұл ой алғашқы дәні деп айтуға болады. Ол кезде мен әлі Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында сабақ беріп жүрген болатын. Содан бір күні дипломдық жұмысым ол кезде мынау қазақ деректі киносын негізін қалаған Ораза Әбішевтің шығармашылығы бойынша болды. Енді тақырыпқа байланысты архивке барып, ол кісінің фильмдерін көруім керек болды.
бір шамамен 4 айдай, ұмытпасам, сол архивте фильмдерді көріп, содан кейін үстіңгі 4-ші этажға шығып, сол фильмдерге байланысты қағаз құжаттарын, монтаждық қағаздар дейді, соны көруге тура келді. Сол кезде осы Тұлпардың ізі бар, Қыз жібек бар, менің атым Қожа бар, тағы да басқа фильмдер бар. Мен көзіме сол біраз документтер қолыма түсіп қалды. Яғни маған келген папканың ішінде осы фильмдердің жаңа сценарийін талқылау протоколдар, хаттамалары жүр екен. Енді әрине өте белгілі фильмдер, бәрібір қарап шықтым, өте қызық. Шынында да ешқашанда бір естімеген мәліметтер жүр ол жерде. Содан кейін біздің бәрімізге белгілі үлкен-үлкен тұлғалар, әдебиеттегі, кинодағы, сол кісілердің өзара айтысы бар сценарийге қатысты. Бұл өте қызық. Мен үшін өте қызық болды. Сонда ең алғашқы жаңағы бір дәні деуге болады, сол кезде пайда болды. Шіркін-ай, осындай жаңағы архивтің документтерінің негізінде бір фильмнің дүниеге келуін жазып шықсам екен деп. Бұл енді шамамен 20 жылдай бұрын болды, біраз уақыт бұрын. Сол уақыт өте келе, соның артынша осы Тұлпардың ізі не байланысты бір мақала жазу керек болды. Сол кезде осы документтерді іздеп мен архивке бардым. Сонда да жаңағы, міне сол ең алғашқы ой сол кезде пайда болды. Енді ол одан бері бір шамамен 15 жылдай өтіп кетті. Содан біз Астанаға 2011 жылы Бауыржан Рамазанұлының шақыртуымен жалпы Астанаға көшіп кеттік, Қазақ ұлттық өнер университетіне сабақ беруге. Содан уақыт өте келе, сол оған дейін де бұл фильмдердің документтерін енді мынау осы Алматыдағы орталық архив бар, сол архивтің ұжымына мен өте үлкен рахметімді айтам. Мүмкіндік берді, сол хаттамалармен, бүкіл документтермен танысуыма, бұл оңай шаруа емес, әрине. Енді сол протоколдардың бір бағыма орай бұл фильмнің ең алғашқы заявка дейді, өтінім береді ғой. Фильмді түсіруге, жалпы сценарийді қабылдауға, сол өтінімнен бастап, мынау соңғы фильм түсіріліп, дайын фильм, оның жалпы қабылдауына байланысты енді үлкен-үлкен отырыстар болған ол кезде. Бірнеше отырыстар. Сол барлық хаттамалар, түгел документтер архивте сақталған. Енді ол кезде сондай бір дәстүр болды ғой. Әр фильмге байланысты бүкіл документтердің бәрін сол архивке алып барып тапсыратын. Сол документтердің бәрі қолымда болды. Міне соның негізінде бұл кітаптың жалпы қаңқасы, жаңағы жалпы композициясы құрылды. Ол енді біраз жылдарды алды. Кітапта мен қарағанымда негізгі көп бөлігі де зерттеудің негізгі бағыты да сценарийға бағытталған екен. Не себептен ол драматургияның негізі? Өйткені жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, Хичкоктың сөзімен де біз өкінішке қарай дәл қазіргі жағдайда, қазіргі заманда біз сценарийге көбірек мән бермей жүрміз да. Ол енді менің бір көзімнің жеткені, ол кезде бір сценарий, Қыз жібек болсын, менің атым Қожа болсын, осы әрине Тұлпардың ізі. Бір сценарийдің, жалпы бұл фильмнің бірнеше варианты болған сценарийда, 3-4 варианты. Әр вариантына бірнеше рет, бір рет, екі реттен жаңағы үлкен-үлкен отырыстар, мәжілістер болғанда, көрдіңіз бе? Бір сценарийдің, бір вариантының өзіне бірнеше рет талқылаулардан өтіп отыр, сүзгіден өтіп отыр да. Сондықтан мен не үшін мән бергеннің басты себебі, алдымен мен бұл фильмнің соңғы вариантын оқыдым да, сценарийін. Қарасам, сценарий мен фильмнің арасында, шын айтқанда, сценарийдегі стиль дейді да, форма деуге болады. Бүкіл кейіпкерлердің жалпы болмысы, бейнесі, оның мінез құлқы, жалпы өзегі фильмде тұрда. Сіз сценарийді оқисыз, әрине бұл сценарийдегі өте көп эпизодтар фильмге кірмей қалған. Ол бір жағынан уақыт, хронометражға байланысты. Екіншіден, жай фильм түсіру барысында бұл сценарийлер көбісі эпизодтар түсірілді, бірақ
жаңағы монтаж кезінде өте көп қысқарып кетті. Өйткені ол хронометражға байланысты, енді ол түсінікті деп ойлаймын. Бұл енді протоколдарда да бар. Қаражат белгілі бір хронометражға беріледі. Ол хронометраждан аспауы керек. Сондықтан осы себептен де өте көп эпизодтар қысқарып қалыпты. Осы мені өте қызықтырды. Шынында да бұл ең алдымен өзегі бар да, сценарийдің өзегі фильмді. Сценарийді оқысаңыз, фильмді де көруге болады. Содан кейін осы қызықтыра келіп, әрине ең бірінші вариантынан бастауыма тура келді. Бұл алғашқы нұсқасы біздің белгілі жазушы, драматургымыз, кинодраматург Әкім Тарази ағамыздың мынау Мәскеуде ВГИК-тің жанында жоғары сценарлық курс деген болған. Яғни ең алғашқы шәкірттерінің бірі Әкім аға. Сол жылы ашылды, сол жылы алғашқылардың бірі болып түскен Әкім аға. Сол кісі жаңа диплом қорғау кезінде осы сценарийді жазып шығыпты. Жазира деп аталады. Енді қызық қой, ол яғни соңғы нұсқасы қалай басталды? Әрине бұл фильмді айтқан кезде ең алғашқы нұсқасына тоқтамай өту мүмкін емес. Өйткені бұл фильмдегі көптеген кейіпкерлердің жалпы тақырыбын деп та, әрине тақырыбы, жанры, кейіпкерлердің бүкіл бейнесі ол мүлдем бөлек та, өзгеріп кеткен. Дегенмен ең алғашқы дәнегі осы алғашқы Жазира деген сценарийінде 62 жылы жазған, жаңа жоғарғы сценарлық курста оқып жүрген кезде. Бірақ бұл сценарийді оқып отырсаңыз, егер мән берсеңіз, ол сценарийде кішкене кілті басқаша табылғанда, ол стилистикасы басқа, тіпті жанры да басқа деп айтуға болады. Дегенмен бәрібір кейін фильмге өткен кейіпкерлердің алғашқы бір болмысы, кейіпкер жасаудағы алғашқы бір өзек дәнегі бар бұл алғашқы сценарий. Маған қызық болғаны, бірінші сценарийдің кейбір эпизодтарын оқыдым. Бар. Соңғы сценарий мен фильммен салыстырғанда айырмашылық өте үлкен сияқты. Жаңа соны айтып отырмыз. Біз талқылауда айтып жатырмыз, соның маңызы, мынаны айтыңызшы, сіз архивтің бәрін қарадыңыз, не? Талқылаудың көбісі ол цензураға байланысты болды ма? Сценарийдағы өзгеріс жоқ, әлде көркемдік эстетикасына байланысты болды ма? Бұл жерде цензура деп те айтудың ол да болған. Цензура көбірек мынау кейінгі фильмнің соңғы варианты бар ғой, соңғы сценарийдің де соңғы нұсқасы фильмнің өзі шыққанда. Сол кезде болды. Ал енді бұл алғашқы неде нұсқасында өте сын көбірек айтылған. Және ол жерде көп қолдағандар да болған. Яғни 50-50. Оның ішінде біздің бәрімізге белгілі жаңағы жиналыста отырғанда Әнуар Әлімжанов деген біздің мүйізі қырағайдай үлкен жазушылар ол кезде көркемдік кеңесте жаңа отырған. Содан Шәкен Айманов, Сұлтан Қожықов, біздің белгілі деген үлкен біздің классиктеріміздің бәрі отыр ол жерде. Абдулла Қарсақбаевтар бәрі отыр. Әрине, ең бірінші сценарий біраз сынға ұшырайды, оны өзгертіңдер дейді. Келесі отырысқа мүлдем басқа сценарий алып келген сценарист. Келесі «Вижу Венеру» деп аталады түпнұсқасында. Енді осы «Вижу Венеруға» қатысты мен бір сәтті айтқым келеді. Бір үлкен бір мәселе. Бұл әлі күнге дейін бар да. Мен осы сценарийді оқып отырғанда да, осы еңбекті жазып жатқанда да менің бір түйген ойым. 60 жыл бұрын басталған мәселе бізде әлі күнге дейін өзекті. Бұл жарайды, ол кезде Әкім аға ВГИК-та жоғары сценарлық курсты оқып жүр. Ол кісі сценарийді міндетті түрде орысша жазуға тура келді. Сценарий орысша жазылған. Енді бұл кітап жазылып жатқанда, кітаптың тілі қазақша болғаннан кейін сценарийден алынған үзінділерді маған қазақшаға аударуға тура келді. Енді ол түсінікті, әрине ол уақытты өте көп алды бұл сәт. Содан кейін жаңағы тағы бір мәселе, жаңа айтып отырмын ғой, «Вижу Венеру» деп тұр да, оны мен қазақшаға аударуыма тура келді. Сіздерге өтіргімаған үшін осы «Вижу Венеру'дың» қазақша атын мен бір жылдай ойландым. Бір жылдай мен бұны таба алмай жүрдім.
Себебі калька аударма деген бар, оны тікелей сіз аудара алмайсыз. И және бұл жерде мына поэтикалық не ғой, бұл фильмнің өзі жалпы сценарийдің әу басында, әсіресе екіншісінде мына «Вижу Венеруда» поэтикалық сарын басымда, атында да солай «Вижу Венеру» деген, бұл да поэтикалық ат қой енді. Және соны қазақшаға аударғанда жаңа сценарийдің бүкіл болмысын, бүкіл жаңа жанрының табиғатын, сол сценарийдегі мазмұнын, кейіпкерлерінің бүкіл болмысын ашатын ат табу керек болды. Бір күні жалпы Бауыржан ағай айтатын, жалпы жақсы ойлар әрдайым ол түнде келеді. Бір күні ойыма сондай сап ете қалды, өйткені бұл поэтикалық сарын болу керек. Жанарымда Шолпан жұлдыз деген ат келді, сол атпен бұл кітапқа кірді. Жоқ. Бұл жердегі бүкіл сценарийлердің барлығы орыс тілінде болды, аттары да орысша жаңағы да. Әсіресе «Вижу Венеруды» жаңағыдай аударып, әрине ең бірінші кезекте мен Әкім ағаның өзіне көрсеттім. Ол кісінің келісімін алғаннан кейін ғана барып, бұл кітапқа енді. Сондықтан мен тағы да айта кететінім, міне сол кезде бұл енді жарайды, ол уақыттың талабы болды, иә. Бірақ көрдіңіздер ма, енді Әкім Тарази үлкен жазушы ғой. Ол кісі халықтың арасынан шыққан адам, ол кісі халықтың мінезін, халықтың болмысын жақсы білетін адам. Орыс тілінде жазылса да, бұл сценарийде қазақтың менталитеті, қазақтың мінез құлқы сізге енді қалай деуге болады, бүкіл үні шығып тұр да бұл сценарийден. Онан кейін бір айта кететін нәрсе, бұл фильмде жаңа сіз айттыңыз ғой, жаңа үнсіздік, бұл фильм жаңа сценарийде алғашқы вариантында ол кейіпкерлер көп сөйлейді. Кейіпкерлері сөзшең. Менде мындай сұрақ болып тұр, сосын ораламыз. Бұл фильм қазақ киносы тарихында қазақша түсірілген бірінші фильм екен, сценарий орысша жазылса да. Не себеп болды, сіз зерттеуде байқадыңыз ба? Мен протоколдарын оқығанда, міне бұл мәселе жалпы 40-шы жылдардың ортасынан басталыпты. Мен өте көп протоколдарды қарап шықтым. Сонда мынау үлкен жазушылар, ақындар бар, Әбділда Тәжібаевтар, бұл кісілердің барлығы сол мынау көркемдік кеңестеді, сценарлық бөлімде сол жерде отырыпты. Сол кезде бәрінің айтып отырыпты. Бұл бір үлкен жаңалық емес, қазір біз бір айтып жүрміз ғой. Бұл сол кездің өзінде көтерілген мәселе. Сол жазушылар үнемі айтыпты. Айналайындар, біз қазақтың тағдыры, қазақтың мінезі, қазақтар туралы түсіріп жатырмыз. Біз анау актерларымыздың барлығы да қазақ тілді, анау сценарийдегі орысша диалогтарды анау қазақ тілді актерларға бергенде дейді. Ол актерларға, кейбір актерларға өте қиын дейді да. Жаңа тілді сындыруға тура келеді. Содан кейін әр тілдің табиғаты бөлек, тілдің артында ол ұлттың бір болмысы тұрады, ана актерларға дейді, сол өзінің болмысын сындыруға тура келеді дейді. Содан кейін дейді, экранның алдында, камераның алдында жаңағы өзінің табиғатына сай емес тілде сөйлеп тұрғанда, анау бір жасандылық пайда болады дейді. Осыны өте көп айтыпты. Жазушылар сол кезде мен протоколдарына қарап отырмын, енді шынында да ол қазірде де өте үлкен проблема ғой. Бұл өте үлкен проблема. Сондықтан бұл проблема біздің өкінішке қарай біздің соңымыздан әлі бір елі қалмай келе жатыр. Сонда жаңа Мәжит Бегалин Әкім Таразида жаңа айтады, біз бұл фильмді қазақша түсіреміз деп. Себебі фильм бұл алыстағы ауылда, қыстақта өтеді оқиғасы. Бұл кәдімгі таза қазақы ауылда өтеді. Бұл жаңағы сценарист пен режиссердің екеуі өздерін дегендерінде тұрып алған, және сол жердегі коллегия дейді, мынау комиссия дейді да, бәрі қолдайды. Өйткені бұл мәселе барлығының көкейінде жүрген түйткілді бір сұрақты бәрі бір ауыздан қолдайды, сонымен жаңағыдай бекітіліп кетеді. Оған дейін жаңада қазақша, орысша жазады, болмаса қазақша жазады, оны орысшаға аударады. Орысша түсіреді. Орысша түсіреді. Содан кейін тағы бір қызығы, мынау Қазақстандағы ауылдарға прокатқа шығару үшін оны қазақшаға аударып, енді қазақша. Көрдіңіздер ме? Жұмысы өте көп болғанда. Енді бұл фильм
жаңағы авторлардың сол жерде көркемдік кеңесте отырған үлкен тұлғалардың арқасында ең бірінші болып қазақша түсірілген. Жаңа сценарий туралы айтып жатырмыз ғой, мен де салыстырып отырып, жаңа басында айтқандай 3 рет өзгерген, сценарий? 4 рет. 4-ші рет, соңғы фильмге шыққанға дейінгі аралықта мен мынандай өзгерісті байқадым. Басында бірінші нұсқада сценарист бәрін классикалық драматургиямен, кейіпкерлерді ашқанда диалогпен, оқиғалармен ашқан. Яғни басында бас кейіпкер ол мал бағады, малдан комсомолға келеді, бәрін тіпті сөйлескендерінің бәрі диалогтар, әдеби диалог кәдімгідей. Бірақ соңына келген кезде бәрі жоғалып, кәдімгідей мен сұрап жатқаным сол, цензура ма деп. Мүмкін цензурасыз режиссердің араласуымен эстетикасы өзгерген болуы мүмкін. Екінші менде мынандай ой пайда болды. Кейде цензурамен соның бәрін қысқан кезде сол ойды жеткізетін тіл табады ғой. Сол киноның тіліне айналған сияқты да, мынау диалогтың бәрін алып тастап, үнсіздіктің өзі бір драматургияның стилистикасына айналған сияқты. Мен ойлаймын бұл жерде... Енді осыдан... Әкім ағаның өзінің прозасын оқысаңыздар, осы стиль тұнып тұр ғой. Мүмкін осы сценарийден кейін пайда болды ма екен? Ол да мүмкін. Өйткені осы сценарийден кейін ол кісінің көптеген әңгімелері, повестары шықты ғой. Сол жаңағы тұлпардың ізіндегі кейіпкерлері бар, олардың оқиғалары бар, сол оқиғалар кейінгі прозасында жаңа былайша айтқанда балалап кетеді, мысалы Жауқаз бір несінде әңгімесінде жүреді, Тұрар тағы бір әңгімесінде жүреді, болмаса екеуі бірігіп тағы бір әңгімесінде жүреді. Енді ол түсінікті, ол бір автордың әлемі. Мен байқаған сол сценарийдің өзі кино тіліне өткен сияқты да. Мүмкін осы ойымызды жалғастырып, бұл фильмде тағы енді мұнда көп қатысушыларымыз көрмеген фильм, бірақ көп бағаланатын себебі кино тілі айтыла беретін. Осы кино тілі жағына қарай ойыссақ, сіз кітабыңызда кино тілін талқылапсыз. Әрі ең көп айтылатын бұл фильмде Жапон киносының эстетикасы бар дейді. Бірақ ол қай жақтан келгені бір зерттелмеген сияқты. Жапон киносының өзі өте үлкен режиссерларға байланысты бөлінеді ғой. Куросава өзі басқа, оны батыспен көбісіне салыстырады. Батыстың эстетикасына кеткен, батыстың тақырыбын көтерген деген сияқты. Сосын осыған жауап іздеп мен соңғы күндері бір батыс зерттеушілердің 5-6 кітабын қарап шықтым, Жапон киносын зерттеген. Жапон киносының эстетикасы дегенде ең көп айтылатын Озу. Ясужиро Озу деген Жапонның жалпы әлем киносының өте үлкен классигі бар. Кино тіліне байланысты өзінің әкелген жаңалықтары бар. Соның әсіресе көп айтылатын екі ерекшелігі. Бірі бос кеңістіктер кинодағы. Оны батыс зерттеушілер басында ол ешқандай мағынасыз, тіпті қазақша айтқанда мылжың сияқты айтқан. Бірақ бара-бара олар түсініп, бір киноның нағыз философиялық тілі ретінде қарастырады осы бос кеңістікті. Екінші бір нәрсе, Озудың жалпы болып жатқан оқиғаны бір камера бақылаушы ретінде түсіреді. Ішке кірмейді, камера ылғи да бақылаушы сияқты. Осы жалғастырып жалпы осы кино тілі. Негізі бұл фильмді көбіне мынау Синданың Голый остров дейді, оны біреулер Тұлдыр арал, біреулер Жалаңаш арал деп аударып жүр. Кейбіреулер сол фильмнің эстетикасымен байланыстырады, ал енді Бауыржан Рамазанұлы Нөгербек ағамыз, ол кісі мынау Роберт Флаерти деген Американың жалпы әлемдік деректі киноның үлкен классигі бар, 20-шы жылдары керемет бір түсірген фильм бар. Бұл солтүстіктегі Нанук деген фильм бар. Егер көрмегендеріңіз болса, мен көруге ұсыныс жасаймын. Бауыржан ағайымыз сол фильмнің эстетикасымен байланыстырады. Енді жаңа сіз бекер айтып отырған жоқсыз. Жаңағы Жалаңаш аралда да, бұл Нанукте де, екеуінде де бақылау эстетикасы, кино бақылау дейді. Енді әрине фильмдер болғаннан кейін кезілген фильмді салыстыруға болады. Жаңа Жапонның фильммен бекерге салыстырып отырған жоқ. Өйткені Жапон халқыда біз көп дүниелеріміз, енді шығыстық менталитет бар, көп дүниеміз ұқсайды ғой. Бірақ бұл фильмде меніңше нағыз қазақтың өзінің дүние танымы, қазақтың кеңістікке деген, уақытқа деген көзқарасы, ішкі әсері тұнып тұрған секілді көрінеді. Мысалы, естеріңізде болса,
мына атасы мен енесі Кәукен Кенжетаев пен Қадиша Бөкеева екеуі отырады ғой үйде. Сонда қарасаңыз камера тіпті солардың деңгейінде, полға дейін түскен. Енді ол біздің қазақтарда ол кейін ғой, бізде урбанизация басталды кейін мынау. Үлкен столдардың, киноға әкелген жаңалығы камераны соған ғой енді ұқсатып отырған. Ал енді ол біздің қазақтарда да солай ғой. Қазақтарда әрдайым жаңағы дөңгелек үстел дейді, болмаса жерге төседі, дастарханда. Жаңа камераны сол деңгейде алып отыр да. Кейде мен ойлаймын, мүмкін осындай бір дүниелер жаңағы Жапон киносымен бір байланыстыратын шығар деп. Кешіріңіз, бізде де ол бар ғой. Бізде де ол жаңа, көрдіңіз ба, бізде көп бір ұқсас менталитет бар ғой. Содан кейін тағы бір керемет сәтті айтып өткім келеді. Бұл ең алдымен сценарийде бар. Анау естеріңізде болса, түнде боранның кезінде арқан үзіліп, Тұрардың танабай тастап кететін көрініс бар ғой, ең бір, Біз деталдарға келеміз қазір. Ернар мырза, алға қарай жылды. Кино тілі деп айтып жатсыз ғой, сіз кино эксперт ретінде мысалға қазір кино тілі өте әртүрлі дамыды. Бұл 64-ші жылы түсірілген, сол уақыттың есімен қараған кезде біз кино тілі ретінде ерекше бір байқаған стилистикасы болды ма сізде? Әрине. Бірінші жаңағы айтып отырық қой, сценарий деп. Сценарийдің үлкен ықпалы кәдімгі байқалады. Өйткені тіпті мына кейіпкерді жазуда да, мысалы Асанәлі Әшімовтің кейіпкерін алып қарайық. Ол айтады ғой, не тіп деп сөйлейді ғой. Ол мысалы кинода кездестіре бермейсіз, дәл сол бір адамға арнап толықта бір характеристика жасағанда алдын ала. Мына кісі мынандай болады. Оның мысалы қазір фильмді қарап болғаннан кейін Асанәлі Әшімовтың кейіпкері қандай деп айтатын болсақ, біз оны балалық шағынан бастап дәл сол киноға дейінгі өмірін шамалап болжаммен айта аламыз, қандай адам болғанын. Дәл соның шеберлігі, сценаристің шеберлігі сол. Бір ғана бір қанша 60 минут па фильм, сол хронометраждың ішіне әр кейіпкерге, әсіресе жаңағы басты кейіпкерлерге алдыңғы планда жүретін сипаттама жасағанды. Оны былай айтпайды, мына кісі мына жыл туылды, мына жылы осындай жұмыс істеді, осындай оқыды деп айтпайды, бірақ көрермен қарап отырып, оның қандай адам екенін біледі. Жаңа нетіп деген ол уже бір психологиялық бір несімі, бір ерекшелігі ғой, оның адамның ерекшелігі. Бір айтқысы келген нәрсені айтпай қалады, сол нетіп деген сөзбен ауыстыра салады деген сияқты. Меніңше бұл жерде фильмнің басты бір ерекшелігі өзгелерден озық тұрған ол оның әдеби мазмұны, фильмнің әдеби мазмұны. Ең алдымен осы. Мен қарапайым көрермен ретінде фильмді талдап отырсам, көрермен қалай қабылдар еді деген сияқты. Сондай бір көрермен болып қараймын да, қарапайым көрермен. Енді өзім де көрерменмін ғой, енді эксперт емеспін, кинотанушы емеспін. Сондықтан менің көрермен ретінде байқаған түсім ең бір ерекшелік осы болды. Бірінші кезекте сценарий. Екінші кезекте бұл техникалық орындалу дерен. Техникалық, мысалы, оператордың статикалық бір орында тұрып, кенеттен кейіпкермен бірге қозғала бастауы. Мысалы, жаңағы айтып отқан шайдың үстінде, мысалы, қарасаңыз, жаңа Кәукен Кенжетаевтың кейіпкері бір нәрсе айту керек болады. Сол кезде камера бірінші мысалы мына кісі сол жаңа қария отыр, қариядан кейін әйелі отыр, әйелден кейін келін отыр. Сол келіннің жанынан барып, артымен айналып барып, фокус бірінші неге түседі, қарияның бетіне түседі. Мысалы сондай бір ерекшеліктер мен басқа бір бұрынғы фильмдердің 60-70 жылдардағы қазақ картиналарына ондай байқамаппын. Камераның қозғалысы, Камераның қозғалысы, яғни жай ғана қозғалыс емес, ол бір орында тұрады, көрермен күтпейді ол камера қозғалады деп. Былай қарасаң, статикалық бір кадр болып жатыр. Бір кадрдың ішіне сиятын бір әрекет болып жатыр. Бір мезетте ол кадр алады да жалпы планнан бір планға ауысуы да, бір адамның несін фокусталуы. Мысалы сондай бір ерекшеліктерін байқадым. Және кейде камераның үстінен, мысалы, кейіпкерлерді үстінен түсіруі. Меніңше, және бұл жай ғана түсіріп тұрмайды, ол камера қозғалады. Яғни біз қазіргі техника тілімен айтатын болсақ, дронмен түсірген сияқты бір әсер береді, мысалы, қозғалу. Яғни ол сол замандарда 60 жылдары
қиын не болды деп ойлаймын, қиын амал болды деп ойлаймын. Өйткені көбінесе ол кезде ондай ұшып қонып жүретін нелер болған жоқ қой. Камераның өзі ауыр еді ол уақытта. Иә, камераның өзі ауыр. құралдарды өте жақсы қолданған. Мысалы, соларды өте жақсы пайдалана білген. Протоколда да фильмді талқылағанда Асхат Ашыраповтың жұмысына ерекше тоқталып өткен екен. Эпизодты кино тілі ретінде көрсетіп, соны талқылағымыз келеді. Келе ғой. Маған қандай осыны көрсетіп жатқан, бір жақтан Ернардың сөзіне жаңа келеді. Сценарийде, жалпы фильмде дейікші, режиссура мүмкін, әр кейіпкер жасады дейсіз. Ешқандай диалог жоқ. Жігіт кіре алмайды, бір жақтан батылдығы жоқ, оның бір мінез сияқты. Анасы шақырады. Қолын беті. Мен басында ойладым, мүмкін анасынан қысылып жүрген шығар, бірақ оған келмейтін сияқты да, себебі келесі кадрда анау сағатты, сыйлықты беру керек еді ғой. Оған да батылы жоқ, бірақ бәрібір өзінің ішкі комплексін жасыру үшін жаңағы үстелді құрып. Осындай бір өзгеріс болған сияқты. Бірінші сценарийде Жауқаз да үстелді ұратын. Осы тұсында сценаристің шеберлігі ғой. Мына кітапта ол айтылды. Вижу Венеруда бар, содан кейін Тұлпар, содан кейінгі соңғы варианты, соңғы нұсқасы. Дәл осы эпизоды бірнеше рет жаңағы мүсінші өзінің жұмысын жасағанда қашайды ғой, артықтарын бәрін қашайды да. Тура солай. Меніңше сценарист мүсінші секілді жұмыс істегенде, әр нұсқасы ауысқан сайын жаңағы бір кішкене паузасы бар ғой. Паузаны қосады, болмаса алады. Соның өзінде кейіпкердің бейнесінде өте көп өзгеріс енеді. Бұлай қарасаңыз, үнсіздікте тұрған түкте жоқ секілді. Адам үндемейді. Болмаса, орындығын кішкене жылжытады. Болмаса, ол жылжытпайды. Қарап тұрсаңыз, бір кішкентай ғана бір ұсақ дүниелер секілді. Бірақ сол әрбір өзгерген ұсақ дүниенің өзі, мына экрандағы кейіпкердің нақты, әрі орысша айтқан лаконичный дейді, өте ықшамдалған жаңа нұсқасын беріп отыр да. Дәл мына эпизодында өте жақсы мына сценарийда қалай жазылған, тура солай түсірген ғой мына жерде де. Дәл берген, және ең кереметі режиссер жаңағы актерларды тамаша тыңдап отыр ғой. Ана кино деген осы ғой, кино деген яғни ол артық ауыз сөз емес, ол артық қимыл емес, ол бәрі дәл, нақты, анда пунктирлік траектория деген болады ғой, пунктирлік қозғалыс дейді, артық ештеңе жоқ. Меніңше кейде бұл фильмді режиссердің өзінде, сценаристің жұмысын да мен дәл осылай бағалаймын да, өйткені бұл жерде артық дүние жоқ. Меніңше бұл фильмнің сценарийі біздің көптеген сценаристер үшін хрестоматия бола алады деп ойлаймын. Тіпті өзгерістерімен салыстырып қарағанда. Өзгерістердің өздері. Мен үшін шын айтқанда сценарийден сценарийге көшкенде не өзгерді, не өзгермеді өте қызық болды осы қырынан. Соңында менің көзімнің жеткені сценариймен жұмыс істеу керек. Мен байқаған бұл жақсы дүние келеді. Эпизодта егер Жауқаз бірінші нұсқадағыдай алғашқы, ол да үстелде тұратын болса, біз мына фильмдегі Жауқазды көрмейтін едік. Осы бір детальмен әуелгі бастағы екеуінің қарым-қатынасында мүлде басқа бір кейіпкер, басқа бір бейне пайда болған сияқты. Жаңағы столды бір ұрғанның өзінен болды, біз тұрарды біз, ол кейде болады, мына ішкі сезім ойды жеткізетін сөз таба алмай қалады ғой адамда. Сіз оны сезесіз, бірақ соны дөп басып бере алатын сөзді табу өте қиын да. Мына жерде де солай. Сіз тұрарды былай сезесіз, бірақ оны... Мен алғашқы фильмді көрген кезде, жаңағы кейіпкерлердің сөздерін тыңдап отырып, мен бастап кезде бұны бір шығарманың кино экранизациясы деп ойладым, шыны керек. Өйткені мен шығарма бар деп ойладым, бұндай шығарма. Өйткені киноға бізде ондай характеристика, сондай мықты жасалған кейіпкерлер, ондай
фильмдер бізде көп емес та. яғни сіздің ойыңызша кейіпкерлердің мінезінің бәрі сценарийде болды деп, иә? Жоқ, байқадыңыз? менің ойлағаным бұл шығарманың шығармаға арқау етіп фильм шықты. Алдымен шығарма шықты, содан кейін барып экранизация. содан экранизация болды деп ойладым да, өйткені мына жаңағы айтып отқан Асанәлі Әшімов деп айттым, жаңағы соның кейіпкері мысалы сөздері несі бәрі әдеби бір кейіпкерге келеді. Меніңше бұл жерде жаңағы тағы да қайталап айтайын, сценаристің шеберлігі. Екіншіден, сосын жаңағы минимализм көп деп айтып отырық та, соны бірақ сөзсіз жеткізу. Бүйтіп кесенің сыртын детальдарын айту сүртуі, жаңа тамақ сыртын былай не істеу. Бұны мысалы біз тұрмыс қазақтың мына әлі де не істелмеген, әлі де ұмыт болмаған, совет несіне әлі де советтің ықпалымен ұмытылып кетпеген кейбір детальдарын байқаймыз да. Мысалы бұл қазіргі фильмдердің ондай көрмейміз ғой. Бізде мысалы бәрі декоративті қазіргі фильмдер. Тарихи фильм түсірілсе, немесе бұрынғы заманның бір оқиғасын баяндаса, міндетті түрде бір не болады да, жаңағы сол заманның атрибутикасы болады, бірақ болмысы болмайды. Қазір жай ғана бір диалогпен бір нәрсені көп түсіндіріп, ұзақ қылып түсіндіріп айтады адамдарға. Бір оқиғаны айтса, немесе бір ұғымда түсіндіру керек болса, ұзақ бір диалогпен, оны кадрмен, қосымша кадрмен көрсетіп, жаңағыдай. Мұнда біз ондай не жоқ, түсіндіру басқа тілмен жеткізеді. Жаңағыдай ұсақ-түйек детальдармен, адамдардың қимылдарымен қарап отырып, тіпті артық бір оны қосымша бір түсіндірудің қажет етпейтін бір біз кейде мынаны шатастырамыз да, кейде ойлаймыз, әдебиет деген ол көп сөз деп ойлаймыз ғой, әдебиет сөз деп. Қарасаңыздар, өте үлкен жазушылар, Толстойдың өзі, өте үлкен Булгаков дейді, үлкен жазушылардың өздері айтады. Әдебиетті оқып отырғанда сіздің көз алдыңызда бүкіл кино секілді көрініп отыру керек деп. Әкім ағаның өзі айтады, өзінің қанатты сөзі бар. Ол алдымен менің сана экранында жүреді дейді. То есть былай қарасаңыз бәрі бір-бірімен байланысып жатыр ғой. Сондықтан кейде көбінесе айтады, ой, мына әдебиетке ұқсап кетіп тұр. Ол әдебиетті де жаңағы ойлайды да, ол сөз, көп сөз деп. Жақсы әдебиеттің өзі киноға жақын деп айтуға болады. Жаңағы талқылауға бір екінші эпизодты қоса аласыз ба? Соңға диалогсыз әрекеттер, мизенсцена арқылы деп. Бұлай қарағанда үнсіз отырған 4 адам, бір отбасының. Шын мәнінде фильмді қазір қарайсыздар, ең үлкен конфликт жүріп жатқан сәті. Оны ешқандай диалогта емес, бір-біріне бір әрекетсізде ішкі психологиялық көріністер арқылы. Мысалға, кімнің нетіп, боран соғып, нетіп деген ешкім одан сұраған жоқ, бірақ оның алдында өзінің жасаған әрекетін ақталу үшін сөйлей бастайды, ешкім сұрамаса да. Әр бір-біріне көз қарасы, әкесі қалай қарап отыр. Болмаса, қазір фильмде қарайсыздар, Жауқаздың бір Танабайдың жоғалғанына уайым емес, керісінше екі оттың арасындағы болмаса өзінің бір өмірінен алған, енді осы отбасына келгендегі бір қайғысын енді түсініп жатқан сияқты. Осы жылаудың өзі бір адамның жоғалғаны емес, ішкі булығуына. Қайда тап болдым деген сияқты. Қайта булығу. Тіпті осы ситуация, үнсіздік, отбасының бір-біріне қарым-қатынасын іштей түсініп жатқан сияқты да олар. Келесі эпизодқа өткенде қарасаңыз, Жауқаз бірге жатпайды, бөлек жатады. Оған басындағыдай мінезін көрсетіп ұрса алмайды, себебі ол іштей бәрін мойындап қойған сияқты. Ешкім оны ашық кінәламаса да. Режиссердің шеберлігін көрдіңіздер ма? Қаншама пласт алдындағыдай жұмыс істеп тұр. Алдында Жауқаз қолын, құрау ғой, терезені. Соның өзі бір посыл дейді ғой да, көрерменге. Содан кейінгі де бір кадрда алдында шырақ тұр. Жаңағы Жауқаздың қолы, терезенің қалды ғой қолының іздері. Жауқаз тұр, оның артында әкесі мен атасы мен енесі отыр. Мына жақта Тұрар отыр. Тұрар атасы мен енесінің жаңағы
бастары салбырап отыр ғой, енді оларда қуанып отырған ешкім жоқ. Жауқаздың шырақ, көрдіңіздер ме, қаншама дүниені біз не үшін сол үнсіздікті осылай қабылдап отырмыз да? Бұл жаңа режиссердің шеберлігі болып отырған кадрды құру, мизансцена деді, соны құруының өзі. Міне тіл дегеніміз осы. Бір жақта маған мынандай ой келді, кешіріңіз. Осы терезенің қырауын жылтуы бірнеше рет қайталанды. Әрі ылғи да от, жылу ылғи да жауқаздың қолында. Осы бір отана деген секілді. Жауқазсыз осы үйдің қарым-қатынасы өте бір салқын сияқты да. Ылғи да ол терезені қыраумен ашып, қырауын ашып, жылуымен болмаса жылулық әкелгісі келеді. Тырысып жатқан келін сияқты да. Қызық осы жаңағы деталь ғой, енді бұл да жауқаз үнемі терезеге былай бір өрнектер салады. Осының ең алғашқы несі мынау жоғары сценарлық курста жазған алғашқы вариантында да бар. Жазираның жаңағы неде отырып Отынбайдың атын жазатын, терезеге жазатыны бар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да жаңа айтып отырғам сол ғой, бекерден бекерге кез келген дүние аспаннан салбырап түсе алмайды деп. Алғашқы вариантында болған дүние жұмыс уақыт өте келе өте үлкен бір мазмұнға айналып кетті. Тағы бір тоқталғым келетін мен ол музыкасы фильмнің және дыбыстық шешімдер. Менде үлкен сұрақ пайда болды. Мүмкін сіз зерттеуде қарадыңыз ба? Ол протоколда да көрсетілген екен, талқылауда сын ретінде айтылған. Ұлттық музыка жоқ. Әрі композитор Армян. Музыканы жазған оркестрдің өзі Қазақстаннан емес, қателеспесем Мәскеуден. Мәскеуден алып. СССР-ның симфониялық оркестрі болған. Ол қандай себептен болды? Мажит Бегалин әдейі қандай себеппен таңдады? Болмаса әлде бізде қазақ композиторлар болмады ма сол уақытта? Жалпы бұған дейін бұл фильм композиторы біраз фильмдерге жазып белгілі болып қалған. Бұл фильмде жалпы Бегалиннің ең негізгі бір мақсаты ол жаңа симфониялық оркестрдің үні арқылы жалпы қазақ даласының бір жалпылама бір. Мысалы домбырамен бергенде ол бөлек әсер, домбыраны оркестрмен бергенде ол мүлдем бөлек әсер ғой да. А бұл жалпы қазақ даласының бір үнін бергісі келгендей. Оның ішінде ол әрине өзде, мен ойлаймын, әрине ол жерде бір Құрманғазының күйін беруге болатын еді, Динаның күйін беруге болатын еді, басқа да күйлерді жалпы қазақтың үнін беретін, аспаптың үнін беруге болатын еді. Бірақ бұл жерде ол үшін жаңа қазақтың даласымен бірге сол далада өмір сүріп жатқан жаңа кейіпкерлер бар ғой, солардың бір ішкі үнін беру керек болды. Оның өзі де протоколда бар, бұл кітапқа жартылай кірді бұл сөз. Жаңағы субъективті дейді ғой, объектив пен субъективтің екеуінің қарым-қатынасын, екеуінің үндесуін бергісі келді. Мен енді білмеймін, түсіндіре алдым ба, түсіндіре алмадым ба. Жалпы объективті көзқараспен сол кейіпкерлердің ішкі субъективті, мына объективке қатысты өзінің ішкі түйсігін, көзқарасын, қарым-қатынасын, сол екеуінің ара жігін ажырата алатын композитор керек болды деп ойлаймын. Бұл енді менің мүмкін түсінігімше деп ойлаймын. Бәрімізге түсінікті классикалық ұлттық музыкадан қашып, контраст жасағысы келген шығар. Ол да бар. Содан кейін егер ол білмей қалды емес қой, ол әрине. Әкім аға да, жаңағы Мажит ағамыз да ол білмей қалды емес, оның бәрін біліп отыр. Бірақ дегенмен де ол сұрақ менде де болды, бірақ дегенмен енді осындай бір ойға келдім. Скорее всего, қанша дегенмен жаңағы объектив пен субъективтің екеуінің бір гармониясын бергісі келгендей болды. Сізге тәуелсіз бір кино сыншы эксперт ретінде фильмді көргенде музыка қалай әсер етті? Неге ұлттық музыка жоқ? Фильмді қарап отырсаңыз, армян музыкасына қатты келеді, сарыны бәрі. Бастапқы мысалы әсіресе мына тойда көрсететін бір көрініс бар ғой. Сонда мысалы қазақтың тойына ұқсамай кететін сияқты да музыкасына қараса. Мен ойлаймын бір меніңше бұл енді менің жеке өзімнің түйген ойымда, солай болды ма болмады ма нақты айта алмаймын, бірақ меніңше
режиссер немесе сценарист цензорлармен компромисске келген сияқты болды да. Яғни біз жаңағы басқа советтің басқа фильмдерінде көрсетілетін пропагандистік жаңағы нелерді көрсетеміз, кейбір элементтерді. Бұл жаңағы ұлттардың достығы, жаңа көрсеңіздер, оркестрдің құрамында әртүрлі ұлт өкілдері болады, иә. Мысалы, сондай бір нәрсеге келеміз, бірақ есесіне біз негізгі айтқымыз келген идеяны сақтап қаламыз деген бір сондай компромисске келді ме екен деген ой болды да менде. Мүмкін цензурадан өтудің бір тәсіл жолы сондай болды да деп шығар, ойлайсыз иә. ба? Осы тұсқа қатысты мен бірдеңе қосып кеткім келеді. Осы ең алғашқы ана той өткізетін эпизоды бар ғой, сол эпизод жалпы сценарийде 4 үлкен эпизодтан тұрады. Сол жерде соның өзегі оркестр. Өзі ең алғашқы нұсқасында автор сол совет қоғамына деген өзінің үлкен бір сынын білдіреді да осы оркестр арқылы. Өйткені ол оркестрдегі аспаптардың бәрі қиқы-жиқы, анау күй келтірілмеген. Оның дирижері ол да жаңағы кішкене ішіп алып, өзінің оркестріне ие бола алмай жүрген. Осы дирижер мен оркестр арқылы жаңа сценарист, автор сол совет қоғамын сынап отыр да. Енді соның жаңа цензура дейміз, бірақ дәл сол күйінде ол неге кірмес еді, фильмге кіргіздірмес еді, оның бәрі. Бірақ бұл кішкене сценарийдің нұсқалары ауысқан сайын, өзгерген сайын бір өзгерістер енді. Содан кейін өте дұрыс байқап айтып отырсыз, жаңағы енді әрине ол совет кезі міндетті түрде кез келген фильм үлкен сүзгіден өтеді, електен өтеді. Ол енді ол қазір айта берсем болатын шығар, әлде сұрақ бола ма? Сұрақтар болады, уақытта не істеп барсыз? Мен осы жақта бір үлкен нені сұрағым келіп отыр қазір. Біздер отан игілігіне жан аямай қызмет етудеміз. Биылғы жылы әрбір 100 саулықтан 145 қоздан алмақ ойымыз бар. Біз үй ішімізбен Қалдаяқовтың әні «Ақ маңдайлымды» сүйіп тыңдаймыз. Сол әнді Роза Бағланованың орындауында берулеріңізді сұраймыз. Қымбатты жолдастар, сіздердің тілектеріңізді орындаймыз. Осы фильмде бір драматургиялық өзінің линиясы бар бір деталь, ол радиоқабылдағыш. Бірінші Танабай келгенде осы отбасына, радиоқабылдағыштың батареясы біткен ғой деп айтып, батарея салғаннан басталады. Ол осы үйге бір жаңа леп әкелген сияқты, әрі қарым-қатынастар өзгеретін сияқты. Келесіде мынау жоғалып табылғаннан кейін ол Танабайдың бір мінезін ашатын сияқты да. Ол бәрі жаңа алдында хабарламада айтып отыр ғой, ән қандай сәлемге жолданды. 145 қоз аламыз 100 қойдан, осы әнді тыңдаймыз. Бірақ тыңдағысы келмейтін кім? Танабай. Ол ақшу деген бар ғой, white noise деп айтады екен. Осыны пайдаланады. Оның тыңдағысы келетіні сол. Ғылымда бұл үнсіз тілдесудің формасы ретінде қарастырады екен кейде ақшумды. Психоанализде де, медитацияда пайдаланады, адамды бір басқа кеңістікке өткізудің. Бір жақтан Танабайдың өзі, мынау жалпы егер ылғида айтып жатырмыз цензура деп, сол тұрғыдан қарасақ, ол да жүйеге көнбес келмейтін адам сияқты. Әрі тағы осы бір кішкентай детальды тағы бір параллельге пайдаланған сияқты. Ылғида Жауқаз бен Танабайдың арасындағы байланысты осы радиоқабылдағыштағы музыка дыбыстар арқылы жеткізіп отырады. Ешқандай диалогта болмайды, екеуінің қарым-қатынасына байланысты. Қарайсыз ба, финалда өте үлкен сұрақ болады, ашық финал ретінде. Жауқаз кетіп қалды ма? Кетсе кімге кетті деген. Бірақ естеріңізде ме, Ернар? Жауқаз үнсіз осы отбасымен қоштасатын сияқты. Атасы мен енесіне қарайды, бүкіл үйдегі фотоларға қарайды, тіпті жиһаздарға қарайды, жүреді. Сол кезде
фонда осы шуды қолданады, ақ шуды. Біріншіден бұл жерде көпшілік айтады негізі киносыншылар ашық финал деп. Мен өзі жеке басым ашық финал дегенмен келіспеймін. Иә, кетті, меніңше осымен нүкте қойылған сияқты. Жауқаз кетті, нүкте қойылды. Ол қайда кетті, кімге кетті, ол жағы маңызды емес. Жоқ, фильмде бір жақтан қарасаңыз, қазір ораламыз неге ашық финал екен. Мынандай да ойлауға болады ғой. Жауқаз бөлмеден шығып кетті, бізге режиссер көрсетпейді. Ол сыртта бір жаққа кетіп бара жатқан. Мүмкін келесі бөлмеге шай қайнатуға кеткен шығар. Мүмкін отын алып келуге кетті ме? Мүмкін мал қарауға кетті ме? Біз білмейміз ғой. Бірақ бұл жерде екінші сәт бар. Асанәлі Әшімовтің кейіпкері бүкіл үйді қарап шығады, қоранды қарайды. Ең соңында ешқайдан таба алмаған соң айдалаға қарай артынан іздеп жүгіреді. Яғни сіздің ойыңызша ол жабық финал кетіп қалды, бұл жерде ашық финал емес, бұл жерде кәдімгі жабық финал, нүкте қойылды. Кейіпкер Жауқаз өзінің ойын түйді осы неге қатысты, ситуацияға қатысты, және өзінің шешімін қабылдады. Ол кетті бұл үйден, және бұл ажағы маңызды емес, қалай қайда кеткен, бірақ бұл үйден кетті деп ойлаймын өзім. Тастады осы отбасыны. Мен енді жаңа алдындағы сіз айтқан радио қабылдағышқа қайта оралғым келіп отыр. Жалпы бұл сценарийде, фильмде де, мына жай фильмде сіз айтып отырған радио қабылдағыш тағы да бір екі деталь бар. Бұл фотосурет, кімнің, Жазираның, Жауқаздың шешесінің. Содан кейін Архан. Осы тағы да басқа бар ғой, енді қайталанып отыратын, керемет қолданады. Драматургтың, сценаристің бұл керемет шеберлігі да, бұл детальды қолдана алу, детальды кейбір сценарийлер, фильмдер болады ғой, бір басында пайда болады, онке жоқ болып кетеді, ол бір ешқандай негізсіз, ол бар ма жоқ па, басында болады, онке жоқ болып кетеді. Көрдіңіз бе, бұл жерде сценаристің шеберлігі ғой, керемет ойнатады. Жаңа радио қабылдағыш деп отырсыз. Әр детальдің өзінің драматургиялық. Өте жақсы айтып отырсызда, тек кім екеуі болған кезде ғана Танабай мен Жауқаздың ортасында. Енді бұл жерде бір ғарыш секілді ғой, ғарыш. Бұл мен кейде басында сол көріп жүрген кезде, мына талдауға отырғанда бірнеше рет көрілді. Қазақтың даласы бар ғой, бір кең даласы, бір шеті жоқ, шегі жоқ, бір кең даласының бір үні бар секілді да, бір ғарыш. Даланың өзі де кеме секілді ғой, бір ғарыш секілді, Біз қазір енді әбден урбанизацияға ұрынған халықпыз ғой, ұлтпыз, Қазір, мысалы, көп жағдайда биік этажды үйлерден кейде біз аспанға да жөндеп қарамаймыз. Кейде даже тіпті аспандағы жұлдыздың да қандай екенін білмейміз. Біз желдің үнін естімейміз, жапырақтың сыбдырын ести алмаймыз. Бұл фильмнің алдымен сценарийінің кереметтігі осыда ғой. Жаңағы, сіз айтып отырған Танабайдың алдымен жаңа 100 бәленбай қойдан бірнеше қоз аламыз дегенді естігісі келмейді, қарсылық. Анау даланың үнін, ғарыштың үнін естігісі келіп отыр да, оның жаны анау далаға ғашық. Ол далаға, кеңістікке, ашыққа, яғни оның жаны еркіндікті қалап тұр. Осы арқылы өзіңіз айтқандай, автор жаңағы емеурін дейді ғой, келінім саған айтайын, қызым сен тыңдай секілді емеурін бар ғой, бұл Эзоп тілі деген де бар, Яғни бұл өзінің сол бір еркіндікке деген ұмтылысын, сол өзі өмір сүріп жатқан жүйеге деген қарсылығын осындай бір әдемі, бір поэтикалық тілмен беріп отыр да. Былай қарасаңыз, радио қабылдағыш, бір гуілдеген үн, түкке де ешқандай да бір маңызы жоқ секілді, бірақ жай ғана гуілдің артында автордың жаны тұр деп ойлаймын. Бұл жерде енді қоса кетсем болады ма? Жаңа дыбыс деп айтып отырық қой. Бір эпизоды бар, мысалы, радио жаңағы батарейканы келіп салады ғой, содан кейін әдемі музыка ойнап, бәрі елітіп тыңдап отқан кезде боран басталады да, музыка жаңағы ақ шуға ауысады да, боранның дауысына ауысады, кешіріңіз. Бұл жерде жаңағы не ғой, бір нәрседен екінші нәрсеге өтуді
біз жаңағы қырғын бір нелерді әкеліп көріністерді боранның көрінісін түсірмей ақ бір ғана сол дыбыспен ғана беріп отыр да, музыкадан боранға ауысу. Яғни басында не үзілгендей болады, бір сигнал үзіліп кеткендей болады да, сосын арты уже боранға ұласады. Және бұл жерде жаңағы дыбыста менше фильмде көп рөл атқаратын сияқты болды. Жаңағы сол дыбыс арқылы беру кейбір нәрселерді да, түсіндіргісі келген нәрселерін, мысалы мына басын жаңағы ері мен әйелінің арасында, күйеуі мен әйелінің арасында бір жаңа оқиғадан кейін шиеленіс пайда болды, бір-біріне кішкене жек көрінішпен қарап, бір-бірін кінәлап дегендей да. Әсіресе мына Жауқаз күйеуін кінәлайды. Сонда мысалы бір эпизодта екеуі шөп түсіретін сәті бар. Сол кезде мысалы екі айыр дейміз ғой, жаңағы шөп түсіретін айыр мен екеуінің бір-біріне бүйтіп шақылдаған тигенде дауыс, біз ауылда өстік қой, естігенбіз, шақылдаған дауыс шығады бір-біріне тигенде. Соны мысалы көрсетпей сол екі айырдың бір-біріне тиген кездегі шақылдаған дыбысын беру арқылы мысалы екі кейіпкердің арасындағы шиеленісті жеткізеді, дыбыспен жеткізеді. Былай қарасаңыз үлкен планмен ғана алып тұр екеуінің бетін, ал төменгі жақта екеуі бүйтіп жұмыс істеп жатыр қолымен. Сол мысалы сол дыбысты беру арқылы жаңағы сол жердегі бір эпизодтың несін көрсетеді, бүкіл бәрін бір дыбысқа сыйғызып жібереді, бүкіл айтқысы келген нәрсені. Тағы мен байқағам дыбысқа байланысты. Мына көбінде шуды кадрда бар затпен береді ғой. Мына фильмде мен байқағаным сол 64 жылдың өзінде кадрдан тысқы шуларды беру арқылы жалпы ортаның атмосферасын береді. Уақытта біразға бардым, мүмкін қонақтардың сұрақтарына көшсек. Бұл фильм туралы шексіз айта беруге болады. Шексіз айта беруге болады. Классика дегеніміз осы ғой. Классика дегеніміз осы. Сұрақтар болса? Мүмкін біраз жылдар уақыт өткен сайын кейінгі ұрпақ мүлдем біз байқамаған дүниелерді байқау мүмкін, аршып алуы мүмкін да. Осынысымен керемет мұндай дүние. Бұл жерде әлеуметтік тақырыптар көп, феминизм жаңағы. Қазіргі күн тұрғысынан, талқылай бер, жан-жағынан алып талқылай берсе болады фильм. Феминизм деп айтып жатсыз ғой, гендерлік не туралы да, ашық финал. Сол финалға қатысты екі туралы ой болды менде. Бірі, ол уақытта кеңестік цензураға қарасаңыз ашық финал болмайтын еді. Ашық финал бір қарсылық сияқты, жалпы формада. Екінші нәрсе, ол фильмді алғаш көргенде мен ойлап отырдым, режиссер, авторлар қалай шешім жасайды екен, Жауқазды қалдыра ма? Яғни осының бәріне көндіккен бір тырнақшаның ішінде қазақ әйелі сияқты. Әлде өз өмірін, өз жолын таңдаған бір еркіндікті бере ма деген. Сонысымен де ерекше болды. Жалпы фильмнің өзі тұтастай жаңағы авторлардың, режиссер бар, сценарист бар, басқа да адамдар бар. Фильмнің тұтас алып қарағанда бір протесттік не деп қарастырдым да өзім. Бір перформанс ретінде қарастырдым да. Бұл фильм тұтас алып қарағанда менше протесттік перформанс сияқты. Сценарийде осы фильмнің жалпы соңы өте маңызды ғой енді. Керемет беріледі сценарийдің өзін егер оқысаңыз. Ол жерде әртүрлі екі ұдайы сезім пайда болады. Бірақ енді әркім әртүрлі айтуы мүмкін. Бірақ менің көзқарасымша автор өте бір әдемі поэтикалық тілмен, поэтикалық сарынмен Жауқаз Танабайдың ізімен кетті. Яғни Танабай бұл жерде жарық адам ғой, жарқын адамның, ол бір болашақтың адамы ретінде беріп отыр ғой. Жауқаз мүмкін оған екеуі қосылар, бәлкім қосылмас. Дегенмен Жауқаздың таңдаған жолы жаңа Танабайдың жарқын жолы деген секілді сондай бір әдемі поэтикалық сарын бар. Енді бұл фильмде ол кішкене өзгеше біткен. Бір не есіме түсіп отыр, біз Ернар да айтып жатыр, сіз де айтып жатсыз, бұл фильм жалпы сценарий кезінен бастап көп цензураға ұшырады, қарсылық деп айтып жатсыз. Осы Шоқан Уәлиханов фильміне байланысты фильм түсірілімге 48 жылы жіберген, 19. Бірақ 57 жылы шыққан. Арада 10 жылға жақын уақыт бар. Бұл фильмге дейінде Әкім Таразидің келіп қосылғанына дейінде жалпы Мәжит Бегалиннің бір позициясы, оның цензураға қатысты, киноэстетикаға қатысты сол уақыттан бар сияқтыды.
ең алғашқы фильм да бұл шұғылада болған еді Доланың деген сөзіне фильм болған сол жерде. Енді бұл енді құрылым тұрғысынан алып қарасақ, меніңше жаңағы Шоқан Уәлихановтың басына келіп тағзым етуі, меніңше бұл мысалы кез келген шығарманың несі болады, кіріспесі болады, дамуы, шиеленісі, сонда қорытындысы болады. Меніңше бұл жерде сол жаңағы меже сияқты бір сызық сияқты Шоқан Уәлихановтың басына келді. Бұл жерден кейін уже не басталады да, фильмнің ең өзекті оқиғалар басталады да. Ең соңында қайтып келе жатады көктемде. Бұл жерде тағы да тоқтап, жаңағыдай басына тағзым етеді. Бұл жерде айтқысы келген, көрсеткісі келген оқиғалар бітті. Енді қорытынды болады деген сияқты. Сюжеттің шеңберлі нұсқасы дейсіз ғой. Шеңберінде алып қарасақ, құрылымның бір межесі сияқты да. Тағы да бір осында отыр, көптеген жастар отыр екен, жалпы көрермен үшін тағы бір тарихи мәлімет айтып кеткім келеді. Бұл фильмді ол кезде енді әр фильмді орталық комитет қабылдайды ғой. Сол қабылдаған кезде қабылдап отырған адам айтыпты, қайда совет үкіметі, мынау мыжырайған үйлер, мына қойшыларының үстіндегі киімі анау, қайда жастар, қайда совет үкіметі, болашаққа коммунизмге баратын жастар қайда деп бұл фильмге өте үлкен сын айтылады. Сонымен енді әрине авторлар теке тіреседі, ешқандай жаңағы бермеуге тырысады, дегенмен де ақыр соңында өтпей бара жатқаннан кейін, ана естеріңізде ма, кім ауырып қалады, Танабай ауырады, Танабайға тікұшақпен келеді ғой дәрігерлер. Сол кадрды сол сәтті қосқан екен. Сонан кейін бұл фильм енді бітті, қабылданғаннан кейін де бұл фильмге кішкене салқынмен қарады, салқынқандылықпен қарады. Сол себепті де шыға салысымен бұл фильмге деген көп сценарий, рецензиялар болмады, бірақ Шыңғыс Айтматовтың жазған бір жақсы сценарийі бар, 64 жылы шыққан. Шыға салысымен Шыңғыс Айтматов өте бір жақсы фильмді қабылдап бір мақала жазған екен. Ұмытпасам, қазақ әдебиетіне шықты. Болмаса ұмытып отырмын қазір. Қазақ әдебиеті ғой деймін, қазақ әдебиеті 64 жылы шықты. Ал дегенмен киносыншылар, жалпы кино мамандары бұл фильмді өте жақсы қабылдады, режиссерлар. Енді мен бұны әкім ағаның өзінің аузынан естідім. 63-ші Акира Куросава бұл фильмді көргенде өте үлкен баға беріпті дегенді естідім. Бұл кітап, мен бұл туралы біраз документтер іздедім. Мүмкін мен іздеген жерде олар болмаған шығар, ол құжаттар. Мен ол құжаттардың өзін таппағаннан кейін мен бұл кітапқа қоспадым. Өйткені ол документ, енді оның үстіне түгел документтің негізінде болып жатқаннан кейін мен оны, дегенмен де бұл шындыққа саяды. Өйткені мен бұны Мәжит Бегалин туралы кітаптан да шамамен кездестірдім ғой деймін, дәл осы мәлімет. Кезінде бұл фильмді көрермендерге аса танымал болмаса да, кино мамандары бұл фильмді өте жақсы қабылдады. Уақытымыз біразға барды. Менде мынандай ұсыныс болып тұр, сұрақтар көп емес, себебі мына фильмді көп қатысушылар көрмегеннен сияқты. Фильм ұзақ емес, 76 минут, сондықтан қазір бір 10-15 минут үзіліс бар, бізде фуршет, кофе, шай ішіп алыңыздар. Фильмді қарайық, фильмнен кейін тағы бір 10-15 минут сұрақ жауап болса талқыласақ деген ойым бар, себебі фильм ұзақ емес, солай дұрыс сияқты. Онда келістік. Сіздерге рахмет. Сіздерге де рахмет. Thank you.